жақсы алдап, жақсы сөзбен ішіне кіргізіп алды, баурап алды, сабақтарды өтті. Ақшаны қалай сұрады, мен қалай ақша беріп қойдыңыздар, соны түсінбей жатырмын да. Маған беріңіздер, шашып жатырсыз. Адам бермейді ғой ақшаны. Біз қазір қарыз берсек деп ойланамыз ғой. Жоқ, адам қалай беріп қояды, сол бірінші әдемі сөзбен алдайма деп отқаным ғой. Ол мәселе 1000 теңге, 2000 теңге деген емес. Шырын сөз білен айтесіз. Бір группада 200 адам бар еді, примерно да, шамамен. 200 адамнан 1000 теңгеден жинағаныңыз ол 200 мың теңге болады. 200 мың теңге аз ақша емес ол. Сөйтіп 2-3 мәрте жинайтын болса, айына бірнеше миллион жиналады. Оны жинау оңай емес негізі. Ол оңай емес. Бір группаға бүкіл ауылды жинап алыңызда, жинаңызшы, қолыңыздан келе ме? Жинай аласыздар ма? Қалай алданып қалады адамдар дегенім ғой. Андай болды да, просто біз ілім алып жатырмыз, бұл адамдан беруіміз керек деген ойда болды да бізде ше. Олар соған жеткізіп тұрған мәселесі да ғой. Сол беруіміз керек. Достойнымыз деген сияқты келеді екен да. Уақыт кетіп жатыр, оның бізге қанша несі құртып жатыр деген сияқты ше, уақыты. Телефонына да ақша салу керек деген сияқты сондай ойлар болды да. И өзімізде сондай іштедік. Сосын жанымыз ашты да, андай еш нәрсе жоқ, біз жақта жейтін, андай деген сияқты. Ақшаны қайда салдыңыздар, Каспийге ме? Иә, Каспийден аударғанбыз. Пысықтардың сонда Каспий нөмірлері бар ма? Сол жақта отыр. Иә, карта жіберетін еді. Карта ғой. Каспий емес, виза карта ғой. Виза картаға салдыңыздар ма? Каспий жоқ еді ол жақта. Анау неде Каспийде бар ғой, через номер, одан кейін не бар ғой? Сол Өзбекстан виза картасын жіберген бізге. Өзбекстанның виза картасын дейсіз ба? Солайынан болған болып тұр ғой сонда. Өзбекстан. Мен өзім Өзбекстанның картасыға тастағаным бар да. Через Каспий тастағаным. Через Каспий виза, ол виза карта болу керек екен да. Басқа карта болмайды екен. Солайынан ба? Сол осы жері қызық болып тұр ғой шынында да. Адамдар да білсін деп жатырмын да. Қалай алдап өзіне ақшаны жинап алды деген. Мағыл, ақшаны жібердіңіздер. Ішетін жейтініміз жоқ деп айтты дедіңіз де. Жаңағы мұқтаждар көп деді ол жақта. Иә. Өте отынға. Өзіне сұраған да сатып ішеді екен. Ұруатқан жерім деген. Бірінші ол түркі адам деп айтқан ғой. Осы нәрсені жақсы білейік деп жатырмын. Мен Түркияда оқығам, Түркияда тұрғам. Түркияда кәдімгі мемлекеттік дәрежеге дейін шығып кеткен. Ол жерде мешіттердің бәрі мемлекеттік. Бір мұқтаж адам негізіне қалдырмайды, әйтеуір көмек береді. Егер шынымен Түркияда болғанда ол мұқтаж болмас еді. Осы нәрсені де біліңіздерші, басқалар да білсін деп жатқаным ғой. Сіздерге бірінші мен Түркиядамын деп айтқан, иә? Иә. Қалай білдіңіздер ме Түркияда емес екенін? Сол айтып жатырмын ба? Через. Сосын бір сөздерін айтып қалатын еді, иә? Через естік кейін сұрағаннан кейін. Иә дедім. Иә дегеннен кейін білдік та біз. Мәссаған. Сонда сіздердің азғантай қорқа бастайды екен адам, бәрібір қалыпты қорқу болады екен. Енді адамбыз ғой, уайымдаймыз ғой. Иә, болады екен бәрібір. Көп сумма кетті ме? Менде 100 мыңға жетпейді. Жұмыста істемейтін едім ғой ол кезде. 100 мыңға сразу емес ше, бөлек шығар оның барлығы да. Жоқ, 2 рет па сондай тастағам. Сол 2 рет ішінде, бірақ 100 мыңға жетпейді да екеуі де. Жоқ, мәселе суммада емес, оған жібергенде болып тұр ғой. Иә. Енді осыған қатысты қыздарға не айтамыз, енді біз көріп отырған. Айтасың? Айта беріңіз. Сол ең бастысы сол алданбаса екен деймін. Если тастайын деп сол сауап, енді көбісі жақсылық жасағысы келеді ғой негізі. Көп адам, кішісі болсын, үлкені болсын, сонда да рұқсат етілген, сол мешіттерге қазір жиналып жатыр, медреселер салынып жатыр, сол жерге жіберсеңіздер ең дұрыс шешім сол болатын еді деп ойлаймын. Көңілің тоқ болады. Иә, көңілің тоқ болады. Содан кейін білесің да, не болатқан результат міне салынып болды деп, мысалы мешіттерде де айтады ғой, ана отчет тапсырады деген сияқты. Иә. Отчет береді деген сияқты. Өзіңе сенімді боласың да, и сосын өзің тағдырыңа да балта шаппайсың да, ондай қылмыс жасап деген сияқты.